Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге адам ағзасына өте пайдалы болып келетін асқабақ шырының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге асқабақ қажет болады. Асқабағымызды алып, сыртқы қабығынан тазартамыз да, және ішкі дәндерінің барлығын алып тастайтын боламыз. Ал енді асқабақтың пайдасына келетін болсақ, асқабақ көптеген ауруларға ем болып табылады. Айта кететін болсақ, әсіресе асқазаны ауыратын адамдарға таптырмайтын дәрі болып табылады. Сонымен бірге жүрегі әлсіздерге және де түрлі аурулардан шаршап жүдегендерге қуат беретін өте пайдалы ас болып келеді. Асқабақтың ішіндегі жұмсақ жерін, яғни етін күйген жерге қоюға да болады. Енді жақсылап тазалап алған асқабақтарымызды алып, біртіндеп төрт бұрышты етіп турап шығатын боламыз. Асқабақ ағзаны шлактан тазартып, зат алмасу жүйесін жақсартатын болады. Және бір жақсы қасиеттерінің бірі, көру жүйесі нашарлағандарға және де қаназдықтан жапа шегетіндерге көмек береді. Турап алған асқабақтарымызды осылай бос ыдысқа саламыз да, үстінен асқабақ батып тұрғанға дейін толтырып су құятын боламыз. Енді асқабағымызды отқа қойып, бетін жауып қоямыз. Біздің асқабағымыз қайнап піскенге дейін біз осындай блендер арқылы бір лимон және бір апельсиннің сыртқы қабығынан тазартып аламыз да, осылай салып блендермен айналдырып аламыз. Міне біздің апельсин мен лимонымыз барлығы біркелкі айналып болды. Енді осының барлығын алып, басқа бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Негізінен асқабақ шырынын көбісі ұната бермейді, сондықтан да оның дәмін келтіру үшін сәбіз немесе алма, тағы да осылар сияқты лимон және апельсинді қосса, сәл дәмі өзгереді және оны адамдар жақсы сүйсініп ішетін болады. Келесі кезекте біз сита арқылы шырынын бөліп алатын боламыз. Міне біздің асқабағымызда қайнады. Енді оның піскен-піспегендігін анықтаймыз. Міне осылай езіліп пісіп дайын болып тұрады. Осыдан кейін асқабағымызды дәл осы тұрған күйінде блендер арқылы жақсылап барлығын езіп шығатын боламыз. Асқабақ шырынының тағы да бір пайдасы, оның құрамында аскорбин қышқылы көп болады. Ол иммунитетті көтеріп, инфекциялық аурулар мен суық тиюдің алдын алады. Асқабақтың барлығы біркелкі езіліп болғаннан кейін, оның үстінен 150 грамм қант салатын боламыз. Келесі жаңағы ситадан өткізілген апельсин және лимон шырынын қосамыз. Соңында жарты шай қасық лимон қышқылын қосуға болады. Енді барлығын қанты ерігенше жақсылап бір араластырамыз да суытуға қойып қоямыз. Міне біздің әртүрлі ауруларға ем болып табылатын, өте дәмді болып шығатын асқабақ шырыны дайын болды. Өте оңай әрі пайдалы жасалатын осы шырынды үй жағдайында жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер.